Сәлеметсіз бе? Автокөлік денсаулығын күту арнасына қош келдіңіз. Бүгін міне біз қайтадан Chevrolet дилерлеріне келдік. Бағдарламаны білейік дегеніміз басталды ма, басталған жоқ па? Өкінішті, бағдарлама әлі басталған жоқ қайтадан. Ақша бөлініп қайтадан басталады деп еді. Күтудеміз. Бағдарлама администраторы, яғни мемлекеттік қор, қыркүйекте басталады деген. Қазір үндемейді. Сұрақты қайтадан ресми түрде жібердік. Тосамыз. Не дейді екен? Әзірше бұл міне мынандай Chevrolet Spark деген көлік 5 миллионнан басталады, бағалары 5 миллион 300-ден. Айтарым, бұл көлік өндірістен шығады жуықта. Ақырғы жыл Chevrolet Spark. Себебі уақыты келді. 1 литрлік қозғалтқыш 1/2. Және кәдімгі қарапайым автомат қорабымен, беріліс қорабымен. Сонымен бірге мына көлікті ақырғы жыл бұл өндірісте Chevrolet Nexia деген. Енді өткенде айтып едім ғой. Енді Nexia Cobalt тұрғанда Nexia'ны кім алады? Баға айырмашылықтары 300 мың, 500 мыңға дейін жетеді. Соның өзінде шамалары жеткен адам, әсіресе жеңілдетілген 4% автонесие бағдарламасы арқылы оданша Cobalt алған дұрыс қой. Сондықтан уақыты келді бұл көліктің. Ақырғы көліктер бұның бәрі сатылып кеткен. Айтқанымдай күту мерзімі көліктерді 2 аптадан 1 айға дейін созылады. Бұл бір айтқаным. Екіншіден, дилер өкілдерінен білдім. Көліктер бәріне жетпейді. Яғни көліктердің бәрі Астана мен Алматыға кетіп қалады. Басқа қалаларға жетпейді көлік. Сол себептен сіздерге ақылым. Көлік аламын десеңіздер, осы 2 қаладан 2 қалаға барып, Астана мен Алматыға сол жерден алғандарыңыз жөн болады. Мүмкін Шымкентте де болуы мүмкін. Бұл көліктердің орны, яғни Chevrolet Nexia мен Chevrolet Spark'ның орнына келесі жылдан бастап басқа көлік келеді. Бірақ та ол жаңартылған, мүлдем басқа, және 1/2 турбо қозғалтқышмен келеді. Сондықтан сапасы қалай болады екен ешкім айта алмайды. Турбо қозғалтқыштар өзіме ұнамайды. Себебі әдетте турбо қозғалтқыштардың төзімділігі нашар болып келеді. Қозғалтқыштар нәзік болады. Сонымен бірге мынандай көліктер пайда болды. ДАМАЗ бағалары 4 миллион 190 мыңнан басталады. 4,5 миллионға дейін. Механикалық. бір литрға да жетпейді қозғалтқыштың көлемі. Кім біледі бұл көліктерді
мүмкін айтатын шығарсыздар. Мен өзімнің естуімше бұл көліктер не 8 литр жейді дейді. Мынандай көлікті жүк тасымалдау көлігі. Астында рамасы бар. Рамасы жұқа. Бәрі механика. Бұл жүк тасымалдау Chevrolet 550 килограмм салмақты көтереді дейді. Міне бағы астында. Бағы міне. Бактың үстінде дөңгелек тұр. Қарызғы мынау жүйе. Бензин буларын ұстап қалатын жүйе. Міне мынау ДАМАЗ. Артқы қуаңдықтары сондай көп емес орын. Ортаңғы орындықтары кен. Бәрі қарапайым. Мынаны қараңыздар. Байқап жүру керек. Жұлып алуға болады. Мынау тормоз сұйығы. Осы жерде орналасқан. Бұл яғни жұмысқа арналған көлік қой. Міне капоты осында. Яғни қозғалтқышқа жол беретін есігі дегендей. Бұл бейне сіздерге пайдалы болса, ұнаса, бейнеге лайк қойыңыздар, бейне астына пікір жазыңыздар, арнаға жазыңыздар. Жаратқан ие сіздерге риза болсын және әр күндеріңіз керемет өтсін.